Мен және де мектеп. Батя, осы сен мектепке бардың е? Я бардым, мен онда да жұмыс істегем. Әке, біз өзіміздің мықты екенімізді көрсету үшін не істеу керек? Ең біріншіден, ең жынды орынды таңдап алуларың керек. Нәсісіген ана үштен тұр. Соны айтам, давай, тұр, босат. Сендердің бастарың ақпай ма, не шегі бағасындар ма, епті байметтір? Тұр дедік қойна. Ебай, талқаған мұны. Осы сендердің бастарың ақпайды, артқы орын туралы айттым, апайдың орын емес. Айттым ғой, чадылақ мен саған артқы орындықтар деп. Жарайды, тоқы емес пе? Тағы күшті екенімізді көрсету үшін не істеу керек? Так, мектептегі ең мықты адамды ұстап аласыңдар да көтін айырасыңдар. Мына мектепті кім ұстайды? Ойбай, директор қайда? Прикинь, директор ұстайды дейді ғой. Мұнда не болып отыр? Жай, іштеңке. В общем, директордың көтін айырып тастадық. Топастар, мықты адам деген ол 11-ші класстың старшагы. Біз қайдан білеміз, бізге директор деді ғой. Ой, тоба.